Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін жасалу жолы өте оңай, құрамы қолжетімді заттардан тұратын, 5 минутта дайын болатын, жеңіл салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше салатымызды әзірлеуді бастайық. Ең алдымен барлық көкөністерімізді алдын ала тазартып, жуып дайындап алатын боламын. Содан соң редискамызды осылай видеодағыдай соломка етіп турап аламын. Менде үйдегі адам санына қарай осылай көп мөлшерде турап жатырмын. Сіздер көлемін азайтып жасасаңыздар да болады. Көктем мезгілінде ағзамызға көкөністер мен қоректендірген өте пайдалы. Сол себептен осындай жеңіл салаттарды сіздерге де жасап жеуге кеңес беремін. Енді қиярымызды да дәл редиска секілді соломка етіп турап алатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Енді көк пиязымызды да майдалап турап аламыз. Содан соң аскөкті де майдалап турайтын боламыз. Мінекей барлығын турап алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды және де 2-3 ас қасықтай майонезімізді салып, салатымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Сіздер майонезді қаймақпен алмастырсаңыздар да болады. Дайын болған салатымызды тәрелкемізге салып, дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнамда жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Алда қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.